Сәлем достар, қыркүйек айының алғашқы 2 апталық жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Атырауда 200-ге жуық отбасы қоныс тойын тойлайды. Облыс орталығында апат деп танылған Достық 1 және Геолог ықшам ауданындағы номер 65-66 жатақханалар мен Бірлік ықшам ауданындағы Атбөштің тұрғындары жаңа пәтерге көшірілді. Атырауда жаңа оқу жылында 32.500 оқушы білім алуды бастады. Бұл туралы Атырау облысы білім беру басқармасының әдістемелік орталығында Zoom платформасында өткен онлайн сабақта айтылды. Атырауда модульді типтегі жұқпалы аурулар ауруханасы салынып жатыр. Атырау облысы әкімдігі күзде болады деп болжанып отырған пандемияның екінші толқынына дайындықты күшейтті. Халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігі үшін жасалып жатқан шаралардың бірі үкімет тапсырмасына сай. Қазақстан мұнайының 55% Атырауда өндіріледі. Бұл туралы Махамбет Досмұхамбеттің мұнай-газ кешені қызметкерлері күніне арналған телекөпір форматында өткен жиын барысында айтты. Атырау облыстық перинаталдық орталықтан коронавирус симптомымен босанған ана емделіп үйіне шығарылды. Қазіргі уақытта аталған орталықтың ревизорлық стационары бос тұр. Атырауда пандемия жағдайында мұнай өндірісінің жұмыстары тоқтаған жоқ. Ағымдағы жылдың 8 айында Атырау облысындағы өнеркәсіп өнімінің көлемі 3,138 триллион теңгені құрады. Бұл туралы Атырау облысы әкімі Махамбет Досмұхамбетовтің төрағалығымен өткен мәжілісте айтылды.